Саламатсыздар ма? Бүгін біз халық әні еркемайда үйренетін боламыз. Қолымыздың до нотасына қоямыз. Ол бізде 4-ші нүкте. 1, 2, 3, 4 қоямыз. Және бірінші саусағымызбен ми нотасын басамыз. Бұл жерде санақ жүйесі 1, 2, 3, 4 деп жүретін болады. Кеттік, олай болса. 1, 2, 2 дегенде біз 4-ші саусағымызбен соль нотасын басамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Міне бұл әніміздің бірінші жолы. Қайтадан қайталаймыз міне. 1, 2, 3, 4. Сонда мына соль нотасына бізде 4 қағыс болып тұр, 1, 2, 3, 4. Яғни 2, 3, 4, 1. Түсіндіңіздер ме? Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Яғни до, ми, до, фа. Ноталар таныс, алдыңғы жаттығуымызда да, алдыңғы өткен біз өмірдің гүлімізде де кездесті. Есте сақтаймыз. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4-ке, яғни бізде пауза. Дем аламыз. Енді екінші жолын үйренеміз. 1, 2. Көріңіздер ме міне? До, фаны басамыз. Екінші жолда. Сөйтіп, қос саусақтап жылжимыз. Міне. Бұл 5-ші нүктенің үстіңгі шектегі 5-ші нота, ол бізде ре 2 деп аталады. Естеріңізде ме? Ре 1 дегеніміз ол бөлек, ал бұл ре 2. Додан кейінгі нүкте үстіңгі шекте ре 2 деп аталады. Екінші жолы әннің 1, 2. Сонда бізде 4-ші саусағымызбен ля нотасын басамыз. Ре 2-ге түскенде 4-ші саусағымызбен 6-шы нүктеде біз ля нотасын басамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Байқадыңыздар ма, әннің бірінші жолы мен екінші жолының әуендері өте ұқсас. Тек қана сәл төмен түсіп, яғни жоғарғы дыбыстарда ойнаймыз. Қайтадан екінші жолы. 1, 2, ре 2 және 4-ші саусақпен ляны басамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4-ке бізде кідіріс, пауза. Енді әніміздің 3-ші жолы, бірінші жолды қайталау. Кеттік, до, миді ұстаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді әніміздің 4-ші жолы. Осы 3-ші жол аяқтағаннан кейін до мен фадан қолымызды көтермейміз. Кеттік. 1, 2, 2 дегенде сольға барамыз. 1, 2, до, миға барамыз. 3, 4. 1, 2, яғни бірінші саусақпен 3-ші нүктедегі ре нотасына жылжимыз. 1, 2, 3, 4. Міне, қайтадан 4-ші жол. 1, 2, 3, 4. Реге жылжимыз бірінші саусақпен 3-ші нүктеге. 1, 2, 3, 4. Бұл жерде біз әнімізде бүгін 2 жаңа нотамен таныстық, ре 2, ол бізде 5-ші нүктенің үстіңгі жағы, үстіңгі шегі. Енді ля дегеніміз сол 6-ші нүктенің астыңғы шектегі нотасы бізде ля, міне. Сонда міне ре, ля. Бүгін біз 2 нотамен таныстық, ре 2 және ля. Қайтадан әніміздің бәрін жинақтап, бірге ойнап шығайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Екінші жолы. 1, 2, көрдіңіздер ме? До, фадан ре 2 мен ляға түсеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Үшінші жол, бірінші жолды дәл-медәл қайталау. До, миді ұстаймыз.
1, 2, до соль, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді төртінші жол. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Үйге берілетін тапсырма осы Еркем Ай әнін жаттаймыз. Сау болыңыздар!